так негізі көрініп тұр. Так, жігіттер, тағы да ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай? Көрініп тұр ма, естіліп тұр ма? Барлығы анық көрініп тұр ма? Все четко, да? Болды. Экранды қалай үлкен ашуға болады? Экран осылай екіге бөлініп тұрады. Презентация және де мен тұрам. Тура осылай ортасынан бөлініп тұрады. Тек қана мені немесе тек қана презентацияны ашып отыра алмайсыздар. Қалдарыңыз қалай? Жұмыстан кеп демалып отырсыздар ма? Қалай енді әркімде өмір сүру стилі әртүрлі ғой. Сәл де бір 2-3 минуттан қайтадан кіріп. Қазір примерно бір 3-4 минут жігіттер күте тұрайық. Басқа да кісілердің кіргенін күте тұрайық. Себебі біз группаға сообщение жібердік қой. Енді көріп жатқан адамдар бар. Енді босайтын адамдар бар дегендей. Пока что күте тұрайық басқа кісілердің кіргенін. Экран осылай тұрады, жігіттер. Дауысым естіліп тұр ма? Дауысым анық естіліп тұр ма? Анық естіліп тұр, ә? Күтейік бір. 2-3 минут күте тұрайық басқа кісілердің кіргенін. Сосын сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі эфир тегін, абсолютно тегін сабақ. Тегін сабақтың өзінен мощный ақпаратты алып кетесіздер, жігіттер. Қалай подмобильдік бастауға болады, қалай жалпы бұл кәсіпті бастауға болады, клиент табу жолын бәрін үйретеміз. Осы эфирде, осы тегін сабақтың өзінде мына алдыма инструменттер оқып қойдым бар ғой. Инструменттер мен материалдар оқып қойдым. Осы подмобильдікті, кәдімгі LED подмобильдікті прям эфирде мен сіздерге жасап көрсетем. Атау бұл кәсіпті бастау оңай бар ғой, 10-15 минутта бір заказды бітіресіздер. Так, Қазақстан әр жерінен бар екен, жақсы естіліп тұр, болды. Қабылдадым. Басқа кісілердің кіргенін 2-3 минут күте тұрайық. Біз өзіміз Тараз қаласындамыз, есім Нұрдәулет болады. Біреуіңізге аға, біреуіңізге құрдас, біреуіңізге іні болып келем. Өзіміз Тараз қаласындамыз. Чоткий көрініп тұр екен, ә? Бүгінгі эфирде чисто осы кәсіптің әңгімесінде, кәсіптің айналасында әңгіме айтамыз. Ешқандай артық ақпарат жоқ. Бағана айтқандай осы тегін сабақтың өзінен мощный ақпараттар алып кетесіздер. Қазір примерно 1 минут күтейік, жігіттер, сосын бастаймыз. Қайырлы кеш, баршаңызға қайырлы кеш. Так. Негізі, оған не істемей қой. Ол нормально, ол жағын айқынмен не істеп отырса ғой. Экранды көрсетпей тұршы. Сен телефонмен бит қарап арасында ше бағана жасайтын кезде аға. Жігіттер, артық әңгіме айтпаймыз. Жігіттер, қыздар, әйел кісілер де бар екен. Мен в основном бізде 90% аудитория жігіттер болған соң, андай бауырлар, ағайындар деп сөйлей берем, аға, қыз, әйел кісілер оған қатты назар аудармай қойыңыздар. Себебі бізде бағана айтқандай 90% аудитория ер кісілер, өзіміздің браттар болғаннан кейін солай сөйлей берем. Оған қатты назар аудармай қойыңыздар. Болды. Бастайық, тегін сабағымызды бастайық. Аха. Так. Бетек, сұрақ-жауап сабақтың соңында болады. Бар назарларыңызды маған қойыңыздар. Мен сіздерге мощный, өте керемет ақпараттар айтатын боламын. Ешқандай артық әңгімесіз, чисто осы кәсіптің айналасында. Кеттік. Ал сабағымызды бастайық. Баршаңызға сәттілік. Ең бірінші бүгінгі сабағымыз тақырыбы, тегін сабағымыз тақырыбы, міне өздеріңіз көріп тұрғандай, LED подмобильдік бизнесін үйреніп, бір айда 300 мың теңге табудың дайын схемасы. Не үшін 300 мың теңге? Миллион, 2 миллион, 500 мың демей қойын. 300 мың теңге это в основной жұмысы бар адамдарға, студенттерге, немесе там үйде отқан кісілер бар, бір ниша іздеп жүрген адамдарға 300 мың теңге бастапқыға это өте әдемі сумма. Дальше бұл бір адам айналысса, осылай ақша табуға болады. Дальше егер команда жинап, менеджер жинап, офис алып деген сияқты масштабқа шықсаңыз, онда проблема жоқ. Табысты да соответственно көбейтуге болады. Кеттік. Қалдарыңыз қалай? Естіліп, көрініп тұр ма? Чатқа жазып кетіңіздер. Қалдарыңыз қалай? Барлығы жақсы ма? Көңіл күйлеріңіз қалай? Менде өзімде настроение, көңіл күйім өте керемет. Қалдарыңыз қалай? Естіліп, көрініп тұр ма? Барлығы анық көрініп тұр ма? Анық естіліп тұр ма менің дауысым? Чатқа жаза кетіңіздер. Шүкір, жақсы, керемет, естіліп, болды, болды, түсіндім, барлығы естіліп көрініп тұрғанын түсіндім. Кеттік, жалғастырамыз. Ескере кететін жайт, жігіттер,
Бауырлар, әкпелер, ескере кететін жайт, сабақтың ұзақтығы 1,5 сағаттей уақыт болады, максимум 1-1,5 сағат арасында уақыт болады. Сабақ паузаға қойылмайды, эфиріміз паузаға қойылмайды. Сондықтан да айтылып жатқан, немесе қазір біз жасап та көрсетеміз, сол көрсетіп айтылып жатқан ақпараттарды жіберіп алмаңыздар. Керек болса блокнотқа, андай заметкеға түртіп отырыңыздар. Қайталау болмайды және паузаға қойылмайды. То есть қайталап көрсетпейміз. Мен көрмей қалған сұрақтарға, мен камераға қарап отырам в основном. Мен көрмей қалған сұрақтарға модератор, қасымда жігіттер отыр, сол кісілер жауап беріп отырады. Тағы да ескере кететін жайт, жігіттер, қыздар, андай жаман сөздер немесе біреуге тиісу, дұрыс емес сөздер айтылса, сразу модераторлар банға жібереді. Сол үшін ең алдымен ниетімізді дұрыстап алайық. Менің ниетім сіздерге осы тегін сабақтың өзінде сіздер пайдалы ақпарат алып кетсін деген ниетім бар. Сіздер де ниеттеріңізді андай қойсаңыздар, мына жігіт не айтады деген кәдімгі көрейінші, жап-жас болып, мынау не айтады мына жігіт орысқа ұқсайтын деп. Ондай ниетпен емес, жігіттер, қыздар, андай ниетпен отырыңыздар. Давайте осы тегін сабақтың өзінен 1-1,5 сағат по-любому сотка шықылап жататын ем, немесе далада жүріп қайтатын ем деген сияқты. Осы 1-1,5 сағаттың өзінен мен пайдалы ақпарат алып кетейін, давай бір нәрсе үйреніп кетейін, мына жігіт бірдеңке үйрететін сияқты деген ниетпен отырсаңыздар, нұр үстіне нұр болады. Кеттік. Бүгінгі сабақта жалпы не айтылады? 4 тақырыпты қозғаймыз. Ең бірінші тақырыбымыз LED-паномерник кәсібі дегеніміз не? Жалпы LED-паномерник дегеніміз не? Осы кәсіпті мен сіздерге таныстырып өтемін. Түсінбей жатқан кісілер де бар болуы мүмкін. Кәсіп оңай екенін дәлелдеу үшін мен сіздерге прям осы эфирде жасап көрсетемін. Қараңыздар, міне алдыма материалдар қойып қойғам. Разобранный видео. Осында кәдімгі бір заказды қалай жасайды, соны мен сіздерге эфирде жасап көрсетемін. Бір айда 300 000 теңге табудың дайын схемасын көрсетемін. То есть бір клиенттен қанша теңге пайда қалады, тағы не бар, ол айына қалай сонда 300 000 теңге табу үшін қанша клиентке сату керек, ол клиенттерді қайдан табамыз, осыны үйретем. Потом 4-ші тақырып, клиент табудың 7 жолын, өзімнің практикамнан өткен, өзіме ұнайтын клиент табудың 7 жолын бөлісетін боламын. Кеттік, таныса отырайық. Жігіттер, қыздар, таныса отырайық. Сіздерге 3 сұрақ: есіміңіз кім, қай қаладансыз, немен айналысасыз? Осы 3 сұраққа бір сообщениемен жауап беріп кетіңіздерші. Есіміңіз, қай қаладансыз, немен айналысасыз? Таныса отырайық, давайте. Жазыңыздар, мен сіздердің жауаптарыңызды оқиын. 3 сұраққа бір сообщениемен жауап беріп жіберіңіздер. Есіміңіз, қай қаладансыз, немен айналысасыз? Алматы, Бауыржан, кладовщик. Так. Давайте, аха, мен оқып жіберейін. Мұрат, Алматы. Аха, Астана. Қазақстанның әр қаласынан бар екен, Қарағанды, Алматы, Астана, Орал, Тараздан да бар екен зүйомаларымыз. Аха, Қазақстан әр қаласынан отыр екенсіздер, баршаңызбен танысқаныма қуаныштымын. Давайте жаза беріңіздер, мен өзімді таныстыра кетейін параллельно. Мен кіммін? Жалпы мен сіздерге не үйрете аламын? Мен кіммін? Менің аты жөнім, есімім Қонарбай Нұрдәулет Рамазанұлы. Біреуіңізге аға болып келем, біреуіңізге іні, біреуіңізге құрдас болып келетін шығармын. Есімім Нұрдәулет, кәсіпкермін. Кәсіпте, жалпы кәсіп саласында, маркетинг саласында 5 жыл тәжірибем бар. Осыған дейін әртүрлі салалармен айналысып көрдік. Оның ішінде атқаны бар, атпағаны бар деген сияқты, қадалғаны бар, жақсы ақша алып келгені бар. Солардың бірі осы LED-паномерник бизнесі, жақсы табыс алып келгені. Жалпы LED-паномерник саласы арқылы, осы кәсіп арқылы товары бар, серіктестеріміз бар, серіктестік бар, товар сатқанымыз бар. Общий 50 миллионға жуық оборот жасадық. Қазақстан бойынша қазіргі уақытта 100-ден аса серіктесім бар. Міне қараңыздар, мынау LED-паномерник саласында қазіргі уақытта Қазақстандағы крупный поставщик оптовиктердің бірімін. Мынау міне суреттер қойып қойғанбыз, қараңыздар, алғашқы товар келді. Өзімнің стористарындағы скриндар ғой мынау. Товар келген кездегі, мынау үлкен, ең үлкен алғашқы офисіміз, мынау алғашқы доставкалар жасаған, қараңыздар қандай. Мынау товарлар келген кездегі қандай керемет не ғой? Ощущение. Соны сторисқа салып, сол кездерде. Сол кез қызық ощущение бар да, ностальгия дейді ғой бұл айтқанда. Қазіргі уақытта осы LED-паномерник саласында Қазақстандағы крупный поставщик оптовиктердің бірімін деп айта аламын. Кеттік. Енді сіздерге сұрақ: LED-паномерникті жалпы машинада көргендеріңіз бар ма? Осы көшеде, қалада жүргенде LED-паномерникті машинада көргендеріңіз бар ма? Егер көрген болсаңыз, чатқа 1 санын, егер көрмеген болсаңыз, чатқа 2 санын жаза кетіңіздер. LED-паномерникті көшеде, қалада көрген кісілер бар ма? Көрген болсаңыз 1,
көрмеген болсаңыз чатқа 2 сан жазып кетіңіздерші. Мен примерно білейін, мынау саланы кім түсініп отыр, кім түсінбей отыр деген сияқты. Бар 1 2 1 2 1 2. Примерно 50 на 50, я. Қанша адам отыр, соның примерно жартысы біліп тұр, жартысы бұл саламен әлі әзірге таныспаған болып тұр. Кеттік. Ендеше мен сіздерді саламен таныстырайын. Давайте. LED подномерник кәсібі дегеніміз не? Ең бірінші жауап, қазіргі замандағы трендтегі именной кәсіп. Не үшін трендтегі? Потому что трендтегі деген сөзді алып қойдық та, не үшін трендтегі? Потому что қазіргі уақытта білесіздер, именной товар деген өте жақсы өтіп жатыр. Не бар көрсететін? Именной футболка, именной бас киім, именной кепка, тақияның ішіне жазып қоятындар бар. Именной чехолдар бар. Адамның атын жазып қояды, немесе бейт Қазақстан деген сияқты. Адамның атын, руын жазып қояды. Жалпы бизнесмендер өздерінің именной пакеттерін жасайды, чтобы брендтерін қалыптастыру үшін. Сол үшін именной товарлар қазіргі уақытта трендте. Мынау LED подномерникті мына қараңыздар, көріп тұрсыздар ғой. Дәулет.бертаев деген инстаграмның зачогын қойып қойған. Тоже живой рекламада өзінің инстаграмына. Инстаграм қойып қояды елдер, өзінің немесе бизнесі бар кісілер бизнесінің инстаграмын қойып қояды. Елдер атын жазады, руын жазады, кейбіреулер цитата бар жазып қояды деген сияқты қазіргі замандағы трендтегі именной кәсіп. Екінші жауабы, LED подномерник кәсібі дегеніміз не? Ол нөлден рисксіз бастауға болатын кәсіп. Қазіргі уақытта ғой, өздеріңізде әңгіменің ашығы бір достарыңызбен отқанда әңгіме болатын шығар, бірдеңе бастау керек еді, бірдеңемен айналысу керек еді деген сияқты. Бірдеңе бастау керек еді деген кезде, брат, оған ақша керек қой деген жауап болады ше. То есть кәсіп бастау дегенде көп адамда андай видениеда, андай көрініс, донерка ашу керек, PlayStation, немесе кальянный болуы мүмкін, немесе тағы не бар, фастфуд, машина алып сату деген сияқтандай. Тендер. В общем, вложение көп қажет ететін бизнестерді айтып жатады да елдер. Ал мынау LED подномерник бизнесі, шок боласыздар бар ғой. Нөлден рисксіз бастауға болатын кәсіп. Не үшін рисксіз? Потому что себестоимость бұл жақта өте арзан. Потом нарыққа енді кіріп жатыр бұл бизнесше. Сол үшін, тем более, біз серіктестерді іріктеп аламыз, ол жайлы сабақтың соңында айтамыз. Не үшін рисксіз? Біз серіктестерге клиент табу жолында үйретеміз. Рекламный роликтер барлығын береміз. Ол жайлы сабақтың соңында толық айтатын боламыз. Пока что назарларыңыз маған қойыңыздар. Кеттік. Үшінші жауабы, Қазақстандағы сұранысы жоғары, конкуренциясы жоқ кәсіп. Не үшін сұранысы жоғары, не үшін конкуренциясы жоқ? Бірінші жауап, сұранысы жоғары, то есть бұл нарыққа енді кіріп жатыр мынау товар. Біріншіден. Екіншіден, бағана айтқандай, бұл именной товарлар категориясына жатады. Именной товарларға сұраныс өте бешеный, өте жоғары. Потом конкуренциясы жоқ, оның жауабы бағана айтқандай, нарыққа енді кіріп жатқан зат. Может, көргендеріңіз бар шығар, но андай бір конкретно ешкім айналыса алмай жатыр бар ғой. Конкуренциясы жоқ кәсіп, нарыққа енді кіріп жатыр. Қазір бізбен бірге бастап кетсеңіз, бұл саланы жақсы жетістіктерге жетуге болады. Заманауи кәсіп, бағана айтқандай бұның жауаптары. Трендтегі именной кәсіп, нарыққа енді кіріп жатыр. Плюс бір мысалмен салыстыра кетейін. Осыдан примерно 2-3 жыл бұрын, естеріңізде ма? Ешқандай машинада Еваполик жоқ етін. Сол кезде, енді шығып атқан кезде Еваполик, мен ойымша болды ше айтқан адамдар. Жаңа өтпейтін нәрсе, кәдімгі резиновый полик дұрыс ау деген деп айтқан адамдар болды менің ойымша ше. Тура сол сияқты, бірақ қазір 90% машинада Еваполик бар. Тренд болып кетті ше. Осы да күн көрген ғой адамдар осыған дейін. Сол сияқты бұл да бұл да заманауи қазіргі уақытта көп адам примерно жақсы жағына қарайтындар да бар, но өтпейтін сияқты деп қарайтын кісілер де бар. Но 1-2 жылдан кейін көресіздер, тура Еваполик сияқты. Бұл да в основном енді как реклама, как понт ретінде жүретін товар ғой бұл. Плюс машинаға андай водительдер өзінің машинасын жақсы көреді, оған ақша құйған жақсы көреді. Ондай қымбат товар да емес, қазір бұның бағасын айтамыз. Әдемі вид беріп тұрады, әдемі дизайн беріп тұрады деген сияқты. Заманауи кәсіп. Жауаптары осы. Енді бағана айтып жатырмын ғой, бағанадан бері бұл кәсіпті жасау оңай, эфирде жасап көрсетемін деп. Бұл кәсіпті жасау оңай екен дәлелдеу үшін давайте мен сіздерге прям эфирде жасап көрсетейін. Мына алдыма материалдар қойып қойғам, осы эфирде мен сіздерге подномерник жасап көрсетейін.
Мен комментарий қарамаймын, бар назарым осында болады. Сіздер де бар назарларыңызды сабаққа қойыңыздар, сұрақ жауап сабақтың соңында болады, иә? Так, мен соткамды былай шетке қарай жылжытып қойын. Жасап көрсетейік, аға. Камераны жылжытайық, чтобы сіздерге плотно көріну үшін. Қазір міне достар, жасап көрсетеміз. Сіздерге анық барлығы дұрыс көріну үшін міне камераны жөндеп қойдық. Мына презентацияны алып тастайық. Тура осылай көрсетеміз. Мынау бізде кейбір материалдар аппақ және партада аппақ болған соң қазір үстіне қара мата төсейміз, чтобы бүкіл материал, бүкіл жұмыс процесі анық көріну үшін. Қазір 1 минуттай күте тұрыңыздар. Осылай төсек қоямыз. Болды ғой, анық көрініп тұр ма? Міне алдыма осы паномениктердің материалдарын қойып қойдым. Қазір полный жасап көрсетеміз. Кейбір моментте түсініксіз болып қалды. Қандай материал, брат, басынан көрсетіп жіберші деген әңгімені күте тұрыңыздар. Полный жасап көрсеткенге дейін, аяғына дейін күтіңіздер. Міне ең бірінші кеттік, бастай онда. Бізге ең бірінші керегі кәдімгі міне паномениктің өзі. Оны бұлай тесіп дайындап қоямыз. Бұл да бір уақыт алады, чтобы сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін біз осылай тесіп дайындап қойдық. Бізге керегі светодиодпен, так, фишка деген материалымыз бар, светодиодтың тоғы. Қазір осы светодиодты біз сол тоғымызға жалғайтын боламыз. Міне светодиодтың өзінің вилкасы болады, сол жағынан кесіп аламыз. Көрініп тұр ғой, барлығы анық. Осылай тура өзінің вилкаларынан кесіп аламыз. Және мынау материал фишка деп аталады, тоғы бұл айтқанда. Мынау бір штугы 2 заказға жетеді сіздерге. Қақ ортасынан бөліп аламыз да. Оны осылай ортасынан ажыратамыз. Светодиодты турамын жасайтын размерде кесіп аламыз. Примерно осы жерден кесіп аламыз. Сіздерге оны светодиод фишкасы полный материалдарды өзіміз салып жібереміз. Ол жағын уайымдамаңыздар, поставщик іздеп әуре болмайсыздар ше. Так, мұны қараңыздар қазір. Осындай зацепкасы бар. Міне светодиодтың вилкаларын осылай жалғаймыз тоғымызға. Қыстырып қоямыз. Артында, диодтың артында пленкасы болады. Міне көк. Осыны алып тастаймыз. Міне, пленкасын алып тастады осылай. Енді мына тоғымызда қараңыздар, бағана паноменикке тесіп қойған жеріміз бар ғой, соған кигіземіз. Мына светодиод самоклейный болады өзі. Осылай жабыстырамыз. Міне бірінші қадам осы. Бұны шетке қарай қоя тұрамыз. Бірінші қадамымыз дайын болды. Екінші қадам бізде надпись жабыстыратын флажок деген материалымыз бар. Осының енді корпустарын бекітеміз. Бұның корпустарында мына флажоктың өзінде біз сіздерге салып жібереміз, қайталап айтайын. Қандай материал, қалай жасалады деген сұрақтар сіздерді уайымдамасын, қорықпаңыздар. Қайталап айтайын, материал және товармен өзіміз толықтай қамтамасыз етіп отырамыз. Мына флажоктың екі жағында пленкасы болады. Қазір біз корпусын жабыстыру үшін, клей жабысу үшін бір жағын алып тастаймыз. Осыған корпустарын жабыстырамыз. Так, мұны осылай реттеп аламыз да, қойып аламыз. Бұны немен жабыстырамыз? Кәдімгі қарапайым 201 деген клеймен жабыстырамыз бұны. Анық көрініп тұр ғой, ә? Так, мұны жен шетін реттеп алайық. Клейді осылай бір қияс, 1, 2, 3 болт қатты. Кеттік дальше. Осылай бір жүргізіп өтесіздер. 1, 2, 3 болт қатты. Кеттік дальше. Естіп подробно көрсететін қандай эфир көрдіңіздер айтыңыздаршы. Құр әңгіме емес, прям жасалу жолын көрсетіп жатыр қой сіздерге ше. Бір, 2, 3 болт қатты. Бұрышын істеп аламыз.
Барлығы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сіздерге, иә? 1, 2, 3 болды қатты. Енді қараңыздар, мына жақта корпустардың осылай шошайып тұрған артық жерлерін кесіп тастаймыз. Көріп тұрсыздар, барлығы үшін қолжетімді қарапайым материалдар. Так, енді екінші жағын жабыстырамыз. Қара матаны осы үшін төсетіп қой сіздерге, ақ материал анық болып көріну үшін. 1, 2, 3 қатты болды. Осы подномерниктердің негізі Россиядан да заказ беріп көргенбіз. Ол вариант ұнамады бізге, потому что келуі ұзақ, еще себестоимость қымбатқа шығады. Ал мына жақта біз сіздерге полный жасап көрсетеміз, материалдар салып жүреміз. Тура осылай бір подномерник жасағанға примерно 15-20 минут уақытыңыз кетеді. Қолыңыздың ебін үйретіп қойсаңыз, уже 15 минут па уақыт қана кетеді. Так, мына жақта артық жерлерін алып тастаймыз, осылай. И дальше жабыстыра береміз. Клей четкий жабысу керек, чтобы су кіріп кетпес үшін, мойкада ұшып кетпес үшін. 1, 2, 3. 1, 2, 3 болды. Міне, надпись осыған жабыстырылады. Қазір оны да көрсетемін. Міне, корпустарын осылай жабыстырып шықтық. Көрініп тұр ғой анығы. Кеттік, бағанағы дайындап қойған міне подномернигімізге диодтың үстіне енді осыны жабыстырамыз. Мойкада ұшып кетпей ма, кешірмен атқанда кетіп қалмай ма деген сұрақтар болса, жоқ, уайымдамаңыздар ол жағын. Потом тағы мынандай сұрақтарда болуы мүмкін. Көп адам қояды, заң жағынан рұқсат бар ма деген. Ол жағынан да проблема жоқ. Біз сатып жүргенімізге біраз уақыт болды, заң жағынан проблема жоқ. Бұл егер андай маргат етіп тұрса, менің естуімше маргат етіп тұрса, екінші водительдің андай назарын ауласа, вот сол кезде заң жағынан кішкене проблема болуы мүмкін. Ал бұл кәдімгі габаритпен бірге жанып тұратын зат. Міне корпустарын енді подномерникке осылай клейлеп қоямыз. 1, 2, 3. Артын клейлейміз. Кәдімгі 201 деген клей. Бұны да біз сіздерге салып жүретін боламыз. Жасау оп-оңай бар ғой, жігіттер, қыздар. Шетін клейлейміз. 1, 2, 3 болды. Міне, клей осылай четкий ұстап тұрады. Тоже назар аударатын нәрсе маңызды. Клейді четкий қылып, әдемілеп қатты осылай ұстап тұратындай клейлеу керек. Әйтпесе бағана айтқандай ашылып кетуі мүмкін. Енді қараңыздар. Мынау корпустар ақ болып тұр ғой, бірақ бізге қара болу керек та бұл. Оны біз мынандай аэрозольная краскамен бояймыз ше. Аэрозольная краска бір 1000 жарым теңге тұрады. Біз сіздерге осыны ғана салып жүре алмаймыз. Себебі Қазпоштамен салып жүреміз біз бүкіл товарды. Мынаны Қазпоштада рұқсат бермейді екен, оказывается. Енді қараңыздар, камераны сәл былай қарай бұрайық. Матаның үстіне ештеңе кетпейтін шығар, капля бар ғой. Мынау ақ корпустарын қазір қара краскамен қара түске бояймыз. Мынау бетіне де краска жауып кетсе ештеңе етпейді, потому что оның бетінде пленка бар. Қазір надпись жабыстырғанда біз оны ашатын боламыз. Міне примерно дайын болды. Қараңыздар. Бағанағы аппақ пленкамыз, аппақ корпусымыз, то есть осылай қара түске бояғаннан кейін міне қап-қара болып шығады. Бұл 10-15 минут уақыт кебет, примерно бар ғой. Мына жақта кейбір жерлер боялмай қалса, 10-15 минуттан кепкеннен кейін именно тура сол жерлерге шашып жіберсеңіз, полный дайын болады. Бұл 10-15 минут уақыт кебеді. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін біз бұны пока что шетке қоямыз. Дәл осыған дейін дайындап қойған біздің подномернигіміз бар. Ары қарай сонымен жұмыс істей берейік. Міне, дәл сондай подномерник. Корпустары қараға боялған, ішінде диоды бар. Міне 9 шығып тұр. 9 шығып тұр, ішінде диоды бар. Корпустары қараға боялған. Бұның бетінде бағана айтқандай пленка болады. Бұл флажок деп аталатын материал. Осы пленкасын алып тастаймыз, потом надписін жабыстыратын боламыз. Міне, краска жауып кетсе ештеңе етпейді. Пленкасын алып тастайын, по-любому аппақ таптаза болып шығады. Пленкасын аламыз, бұны шетке қоя тұрамыз. Келесі қадам бізде
надписті тазалап, және соны жабыстыру. Көрініп тұрғаны кеттік. Надписті тазалаймыз. Оны кәдімгі канцелярский ножбен әріптерін алып тастаймыз. Кадрға дұрыс түсіп тұрмын ба? Иә. Подномерник деген жазу шығардық. Бұл, кстати, осы орайда сіздерде сұрақ туындауы мүмкін, бұл надписті қайдан аламыз деген. Бұл надписті кәдімгі рекламный агентстводан шығарасыздар. Егер бір шалғай ауылда тұрсаңыз, примерно бір 20-30 мың ғана халқы бар. Онда рекламный агентство сізде болмауы мүмкін ше. Ал егер бір кішігірім қала болса, онда сіздің қалаңызда обязательно рекламный агентство болады, және бір надписті максимум бір 500 теңге, 1000 теңгеге шығарады. Біз өзіміз Тараз қаласынанбыз ше. Бір рекламный агентствомен келісіп қойғанбыз. Постоянно сол жақтан бір надписті 200 теңгеге шығарып береді бізге. Мына бетін осылай қарапайым канцелярский ножбен әріптерін тазалап аламыз. Подномерник деген жазу дайындап қойғанбыз. Көрініп тұр ғой, барлығы. Қайталап айтайын, бағанағы материалын қайдан аламыз, қайталап көрсетші деген әңгімелеріңіз пока что қоя тұрыңыздар. Мынаны жасап біткеннен кейін полный көрсететін боламыз. Енді надпис тазалап алғаннан кейін шетінде, бұл Oracle деген материал, шетінде корпустар болады, сол корпустарын осылай алып тастаймыз. Так, асты таза екен. Енді бұның бетіне монтажка деген материал бар. Соны жабыстырамыз. Бұны да рекламный агентстводан аласыздар. Бұл андай штуктап сатылмайды, бір листін сатып аласыздар. Қанша теңге тұрушы еді монтажка деген? 1200 теңге тұрады, и бір 10 шақты заказға жетеді примерно, я? 10 шақты заказға жетеді. Енді осының бетіне қараңыздар. Қазір біз монтажкасын жабыстырамыз. Монтажка что подномерникке әдемілеп жабысу үшін және су өткізбес үшін ғой. Бұл жақта да өте мұқият болу керек, потому что сәл қисық кетіп қалса, еңбегіміздің бәрі зая кетіп қалайын деп тұр. Подномерникті былай істеп қоймайын ба? Бетінде пленкасы болады. Осы пленкасын аламыз. Так, түзу тұр ғой, монтажкамыз. Монтажканы түп-түзу жабыстыру керек. Мынандай бір карточкама алып алсаңыздар, чтобы ішіне ауа кіргізбес үшін бас жағын әдемілеп жабыстырып алыңыздар, ары қарай өзі по ходу дела түзу кете береді ғой. Көрініп тұр ғой, түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сіздерге. Мына қалай төбеге сәл қисып кетіп қалады екен, ештеңе етпейді. Сәл қисық кетсе ол ештеңе етпейді. Но түп-түзу қылып жабыстыру керек негізі. Осылай картамен бір жүргізіп өтеміз, чтобы ішіне ауа кіргізбес үшін. Қазір мен сіздерге түсіндіріп жатқан өзінде осындай скоростьпен істеледі. Ал өзіңіз асықпай істесеңіз, вообще четкий қылып шығаруға болады. Енді қараңыздар, монтажкамыз жабысты, енді бағанағы надпистен осыны ажыратамыз. Осылай аккуратно. Мына жақта әріптер қалып қоймау керек, көрдіңіздер ме? Мына жақтарын қайттан бір жүргізіп өтейік осылай.
Осылаймен надписіміз монтажкаға жабысты. Бұны бұлай қоя тұрамыз да, осының үстіне енді паноменикті бекітеміз. Тоже аккуратно екі жағын теңдей қылып алу керек. Кадрға түсіп тұр ғой, ана жағы. Міне, надписіміз паноменикке бекітілді осылай. Енді қараңыздар, бізде енді соңғы қадам монтажканың артық жерлерін алып тастаймыз. Болды сонымен. Бұлай пышақты бүйтіп кіргізіп алайық. Осылаймен. Мына жақ көрініп тұр ма? Монтажканың артық жерлерін алып тастап жатырмыз. Міне бұл біздің соңғы қадам. Сонымен тауарымыз, заказымыз дайын болады. Қолыңыздың сәл ғана ебі болса болды, негіз бұқта физически бір қиын күш талап ететін ешқандай жұмыс жоқ. Шеттерін асықпай реттеп аламыз. Бірінші полный корпустарын тазалап алайық. Міне, артық осындай жерлер қалып қойса шетінде тазалап аламыз. Және дәл солай карточкамен бір жүргізіп өтеміз, міне осылай. Ішіндегі ауарын шығарып. Бір заказды примерно 15, максимум 20 минутта дайындап тастайсыздар ғой. И бір одан 4,5-5 теңге пайда қалады. Міне, паноменикіміз дайын болды. Қазір бұны блок питанияға қосып бір тексеріп көреміз. Артық жерлер осылай болса, қайтан алып тастайсыздар. Блок питанияға қосып тексеріп көреміз. Жанғанда қалай көрінетін. Мына жақта мен егер тоғы жабық болса, осын тазалап жүреміз ғой. Көрініп тұр ғой, барлығы түсінікті болып жатыр деп ойлаймын сіздерге. Материалын қайдан аламыз, о жағын вообще уайымдамаңыздар. Өзіміз тауармен және материалмен толықтай қамтамасыз етіп отырамыз. Сіз тек қана әрекет етсеңіз болды ғой, бұл айтқанда. Даже клиент табуды да үйретеміз ше. Бұны блок питания деген нәрсе болады. Бұны өзіңіз үшін алып қойыңыз, потому что клиентке заказ жібергенде осылай светодиодты жасап болғаннан кейін бір тексеріп аласыздар, жанып тұр ма, жанып тұрған жоқ па. Плюс минусын тауып алсақ, болды сонымен. Міне, заказымыз осылай. Заказымыз міне, полностью дайын болды. Қараңыздар енді, бұл ақ түсте жанған түрі. Бұны сіз әртүрлі түсте жағуға болады. Бізден мына жақта сіздерге көрсету үшін дайындап қойғанбыз. Міне, қызыл түсті, жасыл түсті. Егер басқа түсте жазғыңыз келсе, жанғанын қаласаңыз, дәл осылай қызыл түсте жанатын болса, егер қызыл түсті заказ түссе сізге, қызыл түсті оракл аласыз да астына бекітіп қоясыз. Оның да видео уроктарын біз сіздерге толықтай береміз. Қара, то есть қызыл түс қалай жанатын, давайте көрсетіп жіберейін сіздерге. Міне, қызыл цветі осылай жанып тұрады. Полностью сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Жалпы жасалу процесі кетігенде ары қарай жалғастырамыз сабағымызды. Так, міне, камераны реттеп қойып, қайттан презентациямызды қояйық, сабағымызды жалғастырамыз, кеттік. Қандай вебинар, қандай мастер-класс көрдіңіз практика жасайтын? Кеттік. Сіздерге сұрақ. Жасау оңай ма екен? Жасау оңай екен, сіздерге дәлелдей алдым ба?
Серіктестік жайлы сабақтың соңында айтамыз. Әлі мощный тақырыптар бар алда. Жасау оңай меген? Иә, жеңіл, оңай. Болды. Оңай екеніне көз жеткізсеңіздер қуаныштымын. LED паномерик арқылы қалай айына 300 мың табамыз? Мен сіздерге сызып беремін. Жалпы бір паномерниктің өзіндік құны бір штугы 1000 теңге. Менен 1000 теңгеге аласыздар. Бір штугы дегеніміз паномерниктің штугы емес. Паномерник. Ішінде диоды, мынау тоғы бар. Мынау клей, клейді енді бастапқыда ғана береміз. Не бар? Паномерниктің өзі, ішінде диоды, мынау фишкасы, тоғы, флажок, надпись жабыстыратын бағана ақ екі жағында пленкасы бар флажок. Оның корпустары, осы комплект 1000 теңге. Жестко, да? В основном клиенттер бірден алды-артына заказ береді. Машинада алдында да артында да номер бар ғой. В основном клиенттер алды-артына заказ береді. То есть получается екі подномерниктің өзіндік құны 2000 теңге. Сатылым құны 12 000 теңге. 12 000 теңге деген сумма қайдан шықты? Аспаннан шықты ма? Жоқ. Біз қанша уақыт болды бұл салада жүргенімізге? Біз де, біздің серіктестеріміз, біздің әріптестеріміз, біздің конкуренттеріміз де осы бағаға сатады. 11 000, 12 000, 15 000. 10 000 мен 15 000 арасында орташа 12 000 теңге деп қойдық. Паномерниктің өзіндік құны 2 000, сатылым бағасы 12 000. Пайда 10 000 теңге. Бір клиенттен түсетін пайда 10 000 теңге. Бұл жақта енді бағана надпись бар, примерно 1000 теңге қосасаңыз, пайда 10 000 теңге. Получается, бір айлық табысыңызды есептеп көрсетейін. По факту көрсетем. Күніне 3 клиентке сатсаңыз, қараңыздаршы. Бір клиенттен 10 000 теңге пайда. Күніне 3 емес, күніне мына жақта сәл отпечатка кетіп қалды. Күніне 2 клиентке сатсаңыз, бір клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000 теңге пайда. Оборот. Пайда, маржа. Бизнесте маржа дейді ғой. 20 000-ды көбейтеміз 30 күнге, то есть бір айға. Тең 600 000 теңге. По факту ма? По факту. Бір клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000. Күніне 2 клиентке сатсаң, айына 600 000 теңге кассаң бар. Проблема жоқ. Бағана исламды да көрсеттім. Күніне 4-5 заказ. Жігіттер, бұлай ғой, 2 деген минимум ше. Күнде 3, 4, 8-ге дейін істесеңіз болады. Бір 10-15 демей қойыншы, 8 сатсаңыз бар ғой. Это уже потолок қой, өте әдемі табыс болады. Қараңыздар, енді 2 клиенттікін есептеп берейін. Бір клиенттен 10 000 қайталайын. Бір клиенттен 10 000, 2 клиенттен 20 000. Получается, айына 600 000. Грубо есептегенде 300 000 теңге реклама, доставкаға, проездіңізге, таксиге кетті дейікші. 300 000 теңгеңіз реклама, доставка, таксиге кетті, таксимен жүретін болсаңыз, автобус болса, автобусқа кетті. Это грубо есептегенде, таза 300 000 теңге табасыз. Күніне 2 клиентке сатсаңыз, айына 300 000 теңге табуға болады. LED паномерник арқылы келесі тақырыпқа көшеміз. Сіздерге дәлелдей алдым деп ойлаймын, клиент саны бар екен, клиент саны көп екен. Бір айта кетейінші тағы да өзімнің информациямды. Қазақстанда статистика бойынша 6 миллионға жуық машина бар. 6 миллионды біз 12 000-нан сатсақ, бәлем бай, миллиард, триллион болып кетеді. Бізге ол керек емес. 6 миллионның былай ойлайықшы. 6 миллионның 10% паномерникке заказ берсе 600 000-ға. 600 000-ды 12-ге көбейтші, 7 миллиард бірдеңе болып кетеді. Былай жетеді маған, саған, серіктестеріме, мен командам, мен отбасыма, мен қатын бала шағама бар ғой. Менің әке шешеме бәрімізге жетеді жігіттер. Сенің де отбасыңа анау сумма бар ғой, потолок сумма бәрімізге жетеді. Кеттік, келесі тақырып, мощный тақырыпқа келдік. LED мынау тақырыпты бар ғой. Елдер курстарда айтып жатты, мүмкін андай бір платный жерлерде айтып жатады. Мен сіздерге мынау тегін сабақта информация айтам, клиент қайдан табуға болады. Паномерник жасы оңай екен көрсеттім. Клиент саны бар екен көрсеттім. Енді қалай сатамыз? Айына пайдасын есептеп бердім. Сонда клиент қайдан табамыз деген сұрақ бар шығар көкейіңізде. Сол сұраққа жауап береміз. Сұрақ жауап эфирдің соңында бар назарыңызды мынау тақырыпқа қойыңыз, керек болса жазып отырыңыз.
заметкеға түртіп отырыңыз, ручкамен блокнотқа түртіп отырыңыз. Кеттік. LED паномерлік арқылы қанша табуға болатын есептеп алдық. Енді сұрақ, клиент қайдан табамыз? Нұрдәулет, клиент қайдан табамыз? Клиент табудың реальный 7 жолы бар. Ең бірінші жолы OLX. Тегін және ақылы түрі. Айып етпесеңіздер, мен бір су ішіп алайын. Клиент табудың реальный 7 жолын айтып өтемін мен сіздерге. Ақылы түрі де бар, ішінде тегін түрлері де бар. Бірақ реальный клиент табуға болады. Бірінші жолы OLX, тегін және ақылы түрі. OLX-ті білесіздер, тегін реклама салсаң, проблема жоқ, рекламаң тұра береді. Бірақ астына түсіп кетеді. Топ деген нәрсе бар, айына 3.000 ба, 5 айына 3.000 ба, 5.000 ба сондай. Бірақ подномерник деп жазса, сенің рекламаларың алғашқылардың бірі болып тұрады. OLX-тің ақылы және тегін түрі. Instagram және TikTok контент. Тегін. Просто мен берген фото-видеоларды аласың да өзіңнің Instagramыңа немесе рабочий екінші Instagram ашып қойсаң болады. ledrampi.kz нижний 09 ledrampi.ақтөбе ledrampi нижний алматы деген сияқты рабочий Instagram ашып қойсаң да болады. Instagram және TikTok контент. Мен берген фото-видеоларды сол Instagramға жүктейсің. TikTok аштың, мен берген фото-видеоларды TikTokқа жүктейсің. Болды. Солай-ақ алғашқы клиенттерді табуға болады. Бұдан үйіп клиент келеді деп айта алмаймын, бұл потому что тегін түрлері ғой. Қазір ақыл түрлерін көрсетемін, реально клиент келетінше. Кеттік. Үшінші жолы кішігірім блогерлермен бартер. Сіздің жақтағы, сіздің қалаңыздағы местный блогерлер. Әр қалада блогерлер бар. Ол блогер дегеніміз ішінде тамада кіріп кетеді, асаба, әнші, автоблогер болуы мүмкін, немесе андай вайнер болуы мүмкін. Сол кішігірім блогерлермен бартер. Бартер дегеніміз айырбас. Сіз дайректіне жазып жүресіз. Бізге 500 мың, 1 миллион подписчигі бар блогерлер қажет емес. Бізге 100, 200 мың, 50 мың подписчигі бар блогерлер жетеді. Жазып жүресіз. Ассалаумағалейкум. Мысалы, аты Әділет болсыншы блогердің. Ассалаумағалейкум, Әділет бауырым, есім Нұрдәулет болады. Осындай подномерник жасаумен айналысаңыз, фотосын жібердім. Брат, саған жасап берейін да мен тегін сторисіңа салып жіберсең, бауырым, бір-біріміз қолдап жүрейік та, екі қазақ дейсің, болды ғой, сынады ғой. Ерлігіңді ел білетін жігітсің ғой, бауырым деп ана блогерге жазып жібересіз, болды ше. Балқиды, сынып қалады ғой сөздерге. Солай жазып жібересіз, мен саған давай подномерник жасап берейін, бауырым, деріске қойып, Инстаграмды белгілеп қойып, екі жағына корона қойып қойып деген сияқты. Давай, пожалуйста, давай дейді сізге ше. Анау примерно 15 мың теңгенің затын сіз оған тегін жасап беріп жатсыз да, на самом деле өзіңізге 2 мың теңге шығып тұр. Брат, сторисіңе салып жіберші, анау машинасына салады да, ассалаумағалейкум жігіттер, осындай машинама LED подномерник жалғадым, міне Нұрдәулет деген бауырымыз жалғап берді, астына аккаунтын белгілеп кетем, тапсырыс белгілеріңіз келсе, осы Нұрдәулетке жазыңыздар. Болды. Клиент келеді сізге. Үшінші жолы автоклубтар. Автоклубтарға, бұны қалай түсіндіріп өтейін? Әр қалада автоклубтар бар. Таразда мысалы BMW клуб, Mercedes клуб, әр қалада бар. BMW клуб, Mercedes клуб, Golf клуб, Toyota клуб, Chang'an клуб шыққан бар ғой, Cherry клуб деген сияқты. Әр автомобильдің клубтары бар. Соларға админдеріне болсын, бірдеңе қылып айтуыр группаларына кіріп аласыз да, видео дайындап қойсаңыз болады. Ассалаумағалейкум жігіттер, есім Нұрдәулет болады, LED подномерник бизнесмен айналысамыз. Давайте осы группадағы кісілерге мен тегін жасап берейін, немесе 50% жеңілдікпен жасап берейін өзіңіздің усмотренияңызға. Біреуін давайте тегін жасап берейін. Бітейікші, 50% жеңілдік осы группадағы кісілерге 50% жеңілдікпен жасап берейін подномерник. Ары қарай мені рекламировать етіп жіберсеңіздер, нұр үстіне нұр болар еді, бәріңізге рахмет деген сияқты. Пожалуйста, автоклубтарда заказ береді. Солардың автоклубта бар кісілер араласатын машинасы бар адамдар. Олардан көреді, брат, қаяқтан жазады, Нұрдәулеттен, дану номерін берші, жазады. Брат, осындай арманға жасап беріпсің ғой сен, маған да жасап берші. Давай, болды, тегін клиент сіздерге. Себестоимость на самом деле 1000 теңгеге шығады. Instagram және TikTok таргет. Мынау менің ең жақсы көретін инструментім бар ғой. Қазір маркетингте осы товар сатқанда в основном номер 1 таргетинг жарнамасы тұр ғой. Өздеріңізде таргеттегі жарнамадан келдіңіздер ғой. То есть ол сізге подписан болса да, не подписан болса да таргет жарнамасын жіберу. Мен сіздерге қалай таргет жіберу керек, таргетке қандай видеоролик жіберу керек, сол видеороликті де берем бар ғой. Именно товарға арналған, именно клиент алып келетін. Соны жібересіздер, болды. Инстаграмға және TikTok'та енді өздеріңіз TikTok таргет болып жалдап аласыздар, ол да қымбат емес. Но Инстаграмға мен сіздерге қалай TikTok
қалай таргет жіберу керек екенін үйретемін. Мына жақтан клиент валом бар ғой. Мына инструменттен, мынау 5-ші инструменттен клиент былай келеді. Жазып отырсыздар ма? Кеттік 6-шы местный пабликтер. Кез келген қалада кіріспей Тараз, кіріспей Алматыда, кіріспей Алматы, кіріспей Астана, кіріспей Орал, немесе одан да басқа Тараз в объективе, в Таразе, в Алмате деген сияқты, сходим Алматы деген сияқты пабликтер бар, Инстаграм пабликтер. Соларға админдеріне шығасты, ассалаумағалейкум бауырым. Бартерге бағана айтқанда айырбас, немесе прям реклама сатып алыңыз. Бір күнге, 3 күнге ма, бір 5-6 мың теңге тұрады. Сторисына да, постына да сатып алыңыз да. Әдемі бір видео дайындап қойыңыз. Даже мен берген видеоны да соларға берсеңіз болады бар ғой. Әдемі видео дайындап қойыңыз. Астына өзіңіз инстаграмыңызды, номеріңізді белгілеп қойыңыз. Бұл тоже сіздерге платный реклама. Клиент былай келеді. Ең соңғы, тоже өте мощный инструмент. Бұл сарафанное радио деп аталады. Маркетингте сарафанка деп аталады. Не үшін? Бір-біріне айту арқылы келеді. То есть өзіңіздің досыңызға жасап беріңіз. Айналаңызда машина айдайтындарға бар ғой, 50%, 30% скидкамен жасап бере беріңіздерші. Машина айдайтын адам, машинасы бар адаммен араласады, жолыға кездеседі. Кез келген адам мынау подоменникті машинасын таққысы келеді бар ғой, просто білмейді, бұл товардың бар екенін білмейді. Соны біз көрсетуіміз керек. Әр достарыңызға өзіңіз ортаңыздағы алыс танысыңыз болса да жасап бере беріңізші, 50%, 30% скидкамен, тегін болса, тегін, өз бағасына болса, өз бағасына жасап бере беріңіздер. Одан танысы көреді, қайдан алдың Нұрдәулеттен, номерін берші, қайдан алдың Нұрдәулеттен, номерін берші, қайдан алдың Айдыннан, қайдан алдың Надан. Клиент сіздерге тегін клиент келу жолы. 7 клиент табудың реальный 7 жолы осы. Наны мұқият қарап алыңыздар, қазір сіздерге сұрақ қоямын. Осы айтылған 7 жолдың оңай жолдар бар ғой. Ешкім сізге аспаннан айтып сұрап жатқан жоқ, оңай жолдар. Осы айтылған 7 жолдың қаншауымен жұмыс жасай аласыз? Төменге сол цифрлар жазып кетіңізші. Давайте мен сіздердің жауаптарыңызды күтемін. Айтылған 7 жолдың қаншауымен жұмыс жасай аласыз? Мен ашып қойын. Қараңызда, мен 1, 2, 4 пен жұмыс жасай аламын. Мен 7 және 3 пен жұмыс жасай аламын. Мен барлығымен жұмыс жасай аламын. Так, жауаптарыңызды оқып жіберейін. 7, 3, 6 бәрімен бәрі. Мә, андай ғой. Ешқайсысымен жұмыс жасай алмаймын деген адам жоқ қой, иә? В основном көбісі барлығымен жасай алады екен. Не үшін отсыздар сіздер бизнес бастамай? Сіздерге срочно бизнес бастау керек қой. Жігіттер, бауырлар, срочно бизнес бастау керек. Егер бәрімен жұмыс жасай алсаңыз, сіз өзіңізді байлықтан өзіңіз сақтап жүрген сияқтысыз ғой. Давайте барлығымыз жаза кетіңіздер. Давайте активный болып отырайық. Сол кезде мен де сіздерге пайдалы бола аламын. Сабағымыздың уже ары қарай ұзаққа созылмайды. Сондықтан барынша так міне активтеріңіз көріп отырмын. Давайте маған да поддержка беріңіздер. Бәрімен барлығымен бар. Болды, сіздер дайын бизнесменсіздер. Енді бір құпия қараңыздар. Мынаның біреу, екеуімен ғана жұмыс жасасаңыздар ше, 300 мың, 500 мың табуға жетеді сіздерге. Жетеуімен жұмыс жасасаңыз, білмеймін, онда жақсы ақша табуға болады. Мынау бар ғой, 5 деп тұр ғой, осы таргетпен ақ бірақ жолмен жұмыс жасасаңыз, сізге бағанағы мен айтқан 300 мың теңгеге шығуға болады. Енді сіздерге сұрақ. Тағы сіздерге сұрақ. Кім осы кәсіпті меңгеріп, айына таза 300 мың теңге табысқа шыққысы келеді? Жауап жазыңыздар. Мен. Болды. Ойбай. Желание барыңыз. Бешінде қоя. Кім осы кәсіпті меңгеріп, айына таза 300 мың теңге шыққысы келеді? Мен. Болды. Жауаптарыңызды көрдім. Жалғастырамыз. Бұл саланы меңгеріп, табыс тауып кетудің 2 ғана жолы бар. Мына саланы меңгеріп, табыс тауып кетудің 2 ғана жолы бар. Бірінші жолы өзіңіз ізденесіз. Проблема жоқ. Нұрдәулет, мен сенімен серіктес болмаймын. Примерно түсіндім. Мен өзім жасап кетемін. Поставщик іздейсіз, әрең табасыз. Ода в наличии товар болмай қалады. Поставщик табу қиын бар ғой. Оларына таптың дейікші. Ода в наличии товар болмай қалады. Сөйтіп клиенттерден клиент жинап аласың. Поставщикте товар болмай қалады. Сөйтіп возврат болады, түбі минус болады. В общем, банкрот, депрессия, кеттің, короче. Қандай материалдар керек, қалай жасалады, клиент табу жолын білмейсіз. Қандай материалдар керек екенін білмейсіз, қалай жасалатынын білмейсіз. Мынау эфирде көріп алдым деп ойласаңыз қателесесіз. Тағы да глубже үйрену керек. Клиент табу жолын білмейсіз. Бағана айтылған 7 жол бар ғой ерунда.
одан да көп жолын үйретеміз серіктестікте. Солай минусқа кіріп кетесіз. Тауар алып аласыз да, ладно, поставщик таптыңыз, тауар алып алдыңыз, бірақ сата алмайсыз, клиент таппайсыз, солай минусқа кіріп кетесіз. Үшінші, тұрақты ақша таба алмайсыз. Сұрап білетін, жол көрсететін адам жоқ. Өзіңізден өзіңіз қиялдап жүресіз. Төртінші, үйреніп кете алатыныңызға гарантия жоқ. Осы бастадыңыз, мейлі үйреніп кете аласыз ба, алып кете аласыз ба, гарантия жоқ. Бұл бірінші жолы. Екінші жолы менімен Нұрдәулетпен дайын бизнеске серіктес болу. Курс емес, серіктестік. Мен сіздерді тауармен қамтамасыз етіп отырам. Қалай сату керек, қалай клиент табу керек, барлығын үйретемін. Сіз тек менің айтқанымды жасасаңыз болды. Куратор болады, команда сіздерге қызмет етеді. Серіктес болудың плюсы, серіктестеріме өзім оптым бағада поставщик боламын. Наншы, еркекше айтайын, серіктестерге ғана мен 1000 теңгеден беремін, басқа кісілерге 1000 теңгеден оптым бағада бермеймін, бар ғой. Серіктестерге өзім оптым бағада поставщик боламын. Жасалу жолын мен сіздерге үйретемін, және клиент табудың бағына 7 жолыма серіктестікте 10 жолын үйретемін клиент табудың. Плюс сол келген клиенттерге қалай сату керек, соны да үйретемін. Техподдержка, күніге сағат күндізгі 10-нан түнгі 10-ға дейін техподдержка. То есть куратор, андай ғой, куратор деген бай сіздерге видео сабақтар дайындап қойдық. Четкий бар ғой. Анау видео сабақтарды сіз көр. Нақты мысалы кім бар? Еркін, көр, барады. Өзің түсініп аласың деген тема жоқ. Тауармен қамтамасыз етіп отырамын. Және куратор болады, сол техподдержка. Түсінбеген жеріңіз ба? Фук звондайсың. Бауырым, кураторыңызға звондайсың. Бауырым, мына жерді түсінбей жатырмын, айтып жіберші. Куратор көреді, фук жауап береді. Андай ғой енді бір. Ол да робот емес, өзінің уақыты болады. Мен жұмыс 10-нан түнгі 10-ға дейін дата 12 сағат жұмыс жасаймыз бар ғой сіздер үшін. Техподдержка, видео звонокпен де звондасаңыз болады. Бірақ мына жерін түсінбей жатырмын. Уроктың мына жерін түсінбей жатырмын. Мына жері қалай болады? Техподдержка мощный болады, жігіттер. Бастап кетуге 20 штук товар беремін дейді. Жоқ, бастап кетуге 10 штук товар береміз. 20 штук товар деген мына жақта кішкене опечатка кетіп қалыпты. 20 штук товар емес, бастап кетуге 10 штук товар береміз. 10 комплект. 10 комплектті бағана көрсеттік қой сіздерге. Примерно так 5 пара болса 12 мыңнан 60 мың теңгеге сатасыз. 10 комплектті сіз 60 мың теңгеге, бір штугын 6 мыңнан сатасыз. Менің потом осының барлығын мен кәсіп саласында жүріп 2 жылда өтіп, немесе одан көп уақыт кетуі мүмкін. Сізге осы жинаған білім мен тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. 30 алам, 20 алам дейді. Проблема жоқ. Егер көп алғыңыз келсе, біз серіктестерге 10 береміз, дальше заказ бере берсеңіз болады. Осының барлығын мен кәсіп саласында жүріп, 2 жылда өтіп, сізге осы жинаған білім және өзімнің тәжірибеммен бөлісуге дайынмын. Бұлайша айтқанда, менімен серіктес болу арқылы мен өткен жолды өтпейсіз. Просто мен айтқанымды қайталайсыз. Болды. 2 жыл уақытыңызды үнемдейсіз, бұлай примерно айтқанда. Қай жол таңдайсыз? Қай жолды таңдайсыз? Бірінші жолма өзім үйренемін деген қадалып қалуы мүмкін, минусқа кетіп қалуыңыз мүмкін. Бірінші жолма, екінші жолма менімен дайын бизнеске серіктес болу. Сіз қай жолды таңдайсыз, бауырым? Екінші жол серіктессізбен бастаймын. Болды, это ясно ғой. Бұл өте ұтымды, тиімді вариант қой. Екінші жол көбісі таңдайды. Енді сіздерге ұсыныс. Маған Қазақстан әр қаласынан менімен бірге летпономени кәсібін бастап, табыс тапқысы келетін, реально жасаймын Нұрдәулет, ақша табам, сенімен бірге осы бизнесті бастаймын дейтін серіктестер қажет. Серіктестер не алады? 10 штук товар, в разобранном виде, подномениктің өзі емес, ішіндегі диоды, флажогы, және корпустары, тоқтары, мынау фишкасы бар, осын барлық мен сіздермен қамтамасыз етіп отырамын. Инструмент беремін. Так, канцелярский нож, клей, осын мен сіздерге салып жіберем, инструмент. Толық обучение сабақтары бағына эфирде көрсеткеніміз, ол ашын бір 10-15 минутта жасадық та біреуін. Ол біз примерно шолып өттік ше. Полноценно жасадық, но андай детально үйреткен жоқ. Детально, әр детальді көрсетіп тұрып жасайтын обучение сабақтары бар. Соны береміз. Техподдержка куратор болады. Кез келген уақытта, жұмыс уақытында кез келген сұрағыңызға сіздерге жауап беріп отырады.
поддержка сіздерге. 100-ден аса фото, видео біз сіздерге береміз. Сіз фото, видео түсіріп әуре болмайсыз. Біз оны дайындап қойғанбыз, сізге береміз. Және де клиент табудың 10 жолы және сату сабақтарын, сол келген клиенттерге қалай сату керек, соны сіздерге беретін боламыз. Біздің серіктестіктің құндылығы потолок, серіктестік құндылығы өте жоғары. Өздеріңіз көрдіңіздер. Ішіне дайын бизнес беріп жатырмыз біз сіздерге. Әшейін құр видео сабақтар емес. Бірақ серіктестіктің құндылығы жоғары болғанымен бағасын сіздерге өте тиімді, қолжетімді қылдық. Бірінші салыстырмалы түрде айтып өтейін. Нарықтағы баға жалпы қандай? Товар инструмент бір штугын 6000 теңгеге сатасыз, біз сізге 10 штугын береміз, 10 штугы 60 000 теңгеге сатасыз. Обучение сабақтары біз оны студияда кәдімгідей мобилограф жалдап, әдемілеп тұрып студияда түсірдік. 60 000 теңге. Фото, видео контентті біз 100 000 теңгеге бағаладық. Мен өзім видеоға түсем, өзім фотоға түскем. Басқа да жігіттер түсірем, олардың ақысын өзім берем, Ол сіздерге тегін беріледі. Мен өзім барлығының ақшасын төлеп дайындап қойғам. Таргет және сату сабақтары 80 000 теңгеге бағаладық. Қазір білесіздер, сату сабағы, таргет сабағының өзін бөлек алсаңыздар, 50-60 000, 100 000 теңгеге аласыздар бар ғой. Біз серіктестерге осыны тегін береміз. Жалпы нарықтағы бағасы примерно 80 000 теңге, техподдержка 200 000 теңге. Өзіңіз сияқты қарапайым кісі, қарапайым жігіт, сіздерге техподдержка куратор болып отырады. Ол кісінің айлығын мен өзім қалтамнан төлеймін. Еркекше бар ғой, өзімнің қалтамнан төлеймін. Ол сіздерге қызмет етіп отырады. Кез келген уақытта, жұмыс уақытында любой сұрағыңызға жауап береді, сіздерге табысқа шығуға көмектесіп отырады. Техподдержка, яғни куратор. Потом қосыңыз общий 500 000 теңге шығады. Так, 300 общий 500 000 теңге шығады. Нарықтағы баға 500 000 теңге. Негізі бағасы осылай. Бірақ бар ғой оның сіздерге. Сіздер менімен серіктес болғандарыңызды қалаймын мен ше. Менімен бірге осы бизнесті бастағандарыңызды қалаймын. Бірақ сіздерге бастап кету оңай болсын деп арнайы баға қойдым. Нарықтағы бағаны көрдіңіздер 500 000 теңге. Бірақ сіздерге бастап кету оңай болсын деп арнайы баға қойдым. Ол баға 10 штук товар, инструмент, обучение сабақтары, техподдержка, куратор, 100-ден аса фото, видео, контент, клиент табу және сату сабақтары 200 000 теңге. 500 000 емес, 200 000 теңге. Асықпаңыз, бауырым, асықпаңыз. Бұмен әлі болған жоқ. Бұмен әлі біткен жоқ. Мен бағын айттым ғой. Не үшін айттым ол нәрсені? Қазір сол нәрсе шешілейін деп тұршы. Реально, Нұреке, Нұрдәулет, бастаймын. Мен реально ақша табам, серіктес болам. Давай, менімен серіктес бош. Я тебя не подведу. Мен реально ақша тапқым келеді. Қазір бастауға дайынмын, ертең бастауға дайынмын деген кісілерге арналған вообще мощный ұсынысым бар. Бірақ бұл да әлі барлығы емес. Бүгін осы тегін сабаққа қатысқандарыңыз үшін нақты қанша адам отыр, өздеріңіз көріп тұрсыздар. Тек 10 адамға, 10 адамға, міне 10 саусақ тұр. Тек 10 адамға тағы жеңілдік. Осы эфирден алғашқы, осы эфирде отырған 10 адамға. Алғашқы 10 адамға ғана арналған ұсыныс. 200 000 емес, 80 000 теңге. Қалай баға? Мощный ма? Ойлаңызшы, 10 штук товар берем, саттыңыз, уже 60 000 теңге ақталдыңыз. Почти серіктестіктің бағасын ақталдыңыз. Инструмент берем, тегін, толық обучение сабақтары әдемілеп түсіріп дайындап қойғанбыз. Техподдержка, куратор, өзім айлығын төлейміз оның. Сіздерге қызмет ететін болады. 100-ден аса фото, видео, контент. Тегін, подарок, поддержка менен. Клиент табудың 10 жолы және сату сабақтары бағынағы баға емес 80 000 теңге. Ойлаңызшы, мынаның барлығы елдер курстарын қаншаға сатып жатыр. Біз сізге тек қана урок емес, видео сабақ емес, біз сізге товар береміз, инструмент, поддержка, техподдержка, кураторыңыз болады. 100-ден аса фото, видео, контенттер де береміз. Осының барлығы мынандай баға. 80 000 теңге. Мен қатысқым келеді.
Бірақ қазір толық төлем жасауға ақшам болмай тұр деген кісілер бар ма? Чатқа мен деп жазыңыздаршы. Модератор болсын ба? Модератор болсын ба? Мен қатысқым келеді, Нұрдәулет. Бірақ дәл қазір толық төлем жасауға ақшам болмай тұр деген кісілер бар ма? Чатқа мен деп жазыңыздар. Сіздерге вообще мощный ұсыныс айтамын кез. Әңгіме былай. 10 адамға арналған ұсыныс, еркекше 10 адамға арналған ұсыныс, плюс-минус егер қатты спрос болатса, андай не дешеді? Резервпен алуымыз мүмкін ше, но осы эфирде отырған 10 адамға арналған ұсыныс. Менде де бұндай жағдай болған, менде бірдеңке алғым келген, бір андай обучение, серіктестік, бір бизнес бастағым келген, но ақшам болмаған, мен де сіздерді жақсы түсініп тұрмын, сол үшін сіздерге арналған вообще керемет ұсыныс. Летпономиник бизнесіне серіктестікті кім 1000 теңгемен бастағысы келеді, 12 айға Каспи және Халық банк арқылы рассрочкаға бөліп төлеп алу мүмкіндігі. Осы эфирде отырған 10 адамға арналады. Қазір таймер шығарылады, реквизит шығарылады. 10 минуттың ішінде 1000 теңге предоплата қалдырып үлгерген, 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Қалған төлемді сразу рассрочкамен төлесеңіз де болады, наличкамен төлесеңіз де болады, проблема жоқ. 10 минуттың ішінде төлем жасап үлгерген 10 адамға бағана айтқандай сатылым құны 60 000 теңге болатын 10 штук товар тегін беріледі. 10 минут. Қайталап айтам, бұл керемет мүмкіндік. Дәл осы эфирден тек алғашқы үлгерген қанша адам отырсыздар, қарауыңыздар. 10 адамға ғана арналған ұсыныс. Дайынсыздар ма? Қазір реквизит шығарылады 3-2-1 дегенде. Дайынсыздар ма? 10 адамға арналған ұсыныс. 12 айға рассрочка бөліп төлеу. 80 000 теңге 12-ге бөлсеңіз, примерно 5 000 теңгеге де жетпейді даже бар ғой. Ажо 5 000 теңгеден азат, бір 6 000 бірдеңе болады примерно. Дайынсыздар ма? Дайынсыздар ма? 3, 2, 1. Міне, төменге реквизит шығарылды. Төмендегі номерге Летпономиник дайын бизнесі серіктестік жобасына тіркелу үшін осы реквизитке Каспиде перевод арқылы 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Чтобы рассрочкамен төлеп алу үшін 1000 теңге төлем жасайсыз. Астында чекті жіберемін деген кнопка тұр. Чекті жіберемін деген кнопканы бассаңыз, менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге 12 айға рассрочкамен қалай алу керек екенін сізге көрсетіп жібереді. Көмектесіп жібереді рассрочкаға алуға. Міне, алғашқы орындар кетіп жатыр. Алғашқы орындар кетіп жатыр. Кеттік. Мынау реквизитке 776-679 деген номерге Каспимен перевод арқылы 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Қалған төлемді рассрочкамен бөліп төлеп алуыңыз керек. Жігіттер, сразу айта кетейін. Ертең, бүгін, ертең, басқа күні, 4-5 күннен кейін, келесі айда деген әңгіме керек емес. Предоплата қалдырасыз. Чекті жіберемін деген астында жасыл кнопка тұр. Соны басасыз. Адамдар кетіп жатыр. Адамдар орын алып жатыр. Сол кнопканы басасыз да чекті 1000 теңгенің чегін менеджерге жібересіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеу алуды көрсетіп, көмектесіп жібереді. Барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Серіктестерге не беріледі? Тағы да қайталап өтейінші. Серіктестерге не береміз? 10 штук товар инструмент беріледі. Реально алып жатыр ма елдер деген міне. Қараңыздаршы. Переводтар кетіп жатыр. Міне, брондар кетіп жатыр. Елдер орын алып жатыр. 10 адамға жігіттер үлгеріңіздер. Қыздар, әйел кісілер де бар міне. Орын алып жатқан. Серіктестерге не береміз? Бар болған 80 000 теңгеге сіз 10 штук товар аласыз. Оны сатсаңыз уже 60 000 теңге. Серіктестіктің почти 90% шығып тұр. Инструмент береміз сіздерге. Канцелярский нож, мынау клейді, жалпы бастап кетуге инструменттерді өзім сразу тауып жібереміз 10 штук товармен бірге. Серіктестікті уже ертең бастаймыз. Ағайындар, уже ертең бастаймыз. Созбаймыз. Уақыт жоқ. Сіздердің тезірек ақша тапқандарыңыз маған да жақсы, өздеріңізге де жақсы. Толық обучение сабақтары қалай жасау кереккен толықтай үйретілген, мощный, өте түсінікті видео сабақтарымыз беріледі. Техподдержка куратор болады. Сізге жұмыс уақытында кез келген сұрағыңызға аудио болса аудио, видео звонокпен де сіздерге жауап беріп отырады. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі, және клиент табу және сату сабақтары сіздерге беріледі. Ойлаңызшы сіз
өзіңіз фото, видео түсіріп әуре болмайсыз. Біз сіздерге оны дайындап қойдық. Соны аласыз да өзіңіздің инстаграмыңызға, тиктогыңызға жүктейсіз. Солай алғашқы клиенттерді таба бересіз. Орындар кетіп жатыр. Орындар кетіп жатыр. Әйел кісілер де алып жатыр бар ғой. Жігіттер, не тормозите, 6 минут, 7 минут. Серіктестіктің общий құны, шатасып кетпеңіздер, серіктестіктің общий құны 80 мың теңге. 1000 теңге не үшін жіберіп жатсыздар? Ол предоплата. 1000 теңге жібересіздер, чекті жіберемін деген кнопканы басасыздар да менеджерге өтесіз. Менеджер сіздерге қалай сол 80 мыңды рассрочкаға алу керек екенін, 12 айға рассрочкаға алу керек екенін көрсетіп жібереді. Чек жіберіп жатыр ғой, иә? Міне менеджер қасымда отыр, елдер чек жіберіп жатыр екен. Маған звондап жатқан кісілер де бар. Таныс емес номер. Жоқ, звондамаңыздар, мен қазір ше звондамаңыздар. Чек қалай жіберемін дейді. Орын кетіп жатыр. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 6 ма, 7 ма, 1, 2, 3. Так, 6. 3-4 орын қалды. 3-4 орын қалды, үлгеріңіздер. Чек қалай жіберемін дейді. WhatsApp жауап бермей жатыр, үлгермейсің ба? Үлгермей жатыр, заявка бар, көп түсіп жатыр. WhatsApp жауап бермесе, сәл күте тұрыңыздар, жауап береді, уайымдамаңыздар. Чек қалай жіберемін дейді. Чекті жіберемін деген видеоның астында, мен тұрған видеоның астында чекті жіберемін деген жасыл кнопка тұр. Соны басасыздар да менеджерге өтесіз. Менеджерге 1000 теңгенің чегін жібересіз, который маған жіберген. Ол сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеуге болады, ары қарай көмектесіп жібереді. Рассрочкамен алатқандар бар ма? Болды. Рассрочкамен елдер алып жатыр, менеджер үлгермей жатыр. Бұл жақсы жаңалық. Значит, серіктестер жақсы қосылып жатыр деген сөз. Кеттік. Дәл қазір сізде таңдау, 3 таңдау бар. 3 таңдау бар. Ешқандай әрекет жасамайсың, бауырым. Тегін сабаққа қатыстың, ары қарай өмірім тура солай жалғастыра берем. Нұрдәулет. Салам алейкум. Пожалуйста, өзің білші. Осы қалпы өміріңізді жалғастыра бересіз. Но бұған ешкім кінәлі емес, это нормально. Ол сенің таңдауың, біз сенің таңдауыңды уважаем. Екінші, өзім үйреніп аламын дейсіз. YouTube'тан қарайсың. Осында тегін сабақтарға қайта кіре бересің, уақыт жоғалтасың, және өзің үйренсең минусқа кіріп кетуің әбден мүмкін. Но это тоже нормально, оны өзің білесің. Ол да сенің таңдауыңды мен сыйлаймын. Ешкімді қинамаймыз. Менімен серіктес боласың. Үшінші жолы менімен серіктес боласың. Кәсіпті уже ертең бастап кетесің. Керек білімдердің барлығын алып, табысқа да тез шығасың. Қайсысын таңдайсың, бауырым? Выбор очевиден. Неге сен үшіншісін таңдамай әлі де отырсың? Жігіттер, тағы ескере кететін жайт. Дәл қазір менің кәсіпімде әртүрлі жағдайлар болады ғой. Рассрочкамен толық төлем жасағым келіп тұр, бірақ дәл қазір кәсіпімде 1000 теңге болмай тұр, Нұрдәулет десеңіз, проблема жоқ. Чекті жіберемін деген кнопканы бассаңыз, WhatsApp-қа өтесіз, менеджерге жазасыз. Предоплата қалдыруға ақшам болмай тұр, сразу 80 мыңды рассрочкамен төлеймін десеңіздер де болады. Мін дәл қазір тағы бір орын кетті, Нұрлан В дейді. Құттықтаймын. 10 адамды қашан таңдайсыз? Абылайхан, кетіп жатыр орындар. Қалай жазып жатыр ғой, чек жіберіп жатыр ғой. Рассрочкамен төлем жасатқандар бар ма? Менеджерге болды аха. Былай ғой, чекті менеджерге жібересіз, менеджер сіздерге удаленный оплата жібереді, немесе ссылка деген сияқты сізге қалай бөліп төлеуді көрсетіп жібереді, сразу төлем жасауларыңыз керек. Потому что рассрочка арқылы бағана айтқандай 10 адамды қабылдаймыз. Сразу төлем жасап үлгеріңіздер. Түнге дейін созып, оны ертеңге дейін созып, ондай әңгіме керек емес. Менеджер сіздерге счет жібереді, немесе ссылка жібереді, сразу төлем жасайсыздар. Толық төлем жасағанды Каспиге кіресіздер да көрсетіп жібереді сіздерге бар ғой. Каспиге кіресіздер, удаленная оплата дегенге кіресіздер, немесе ссылка арқылы кіресіздер, 79 мың төлем жасайсыз, предоплата қалдырмасаңыз 80 мың төлем жасайсыз. И серіктестікке добро пожаловать в мой мир, Агашка. Я покажу, что добро пожаловать в мой мир, Агашка. Я покажу тебе, что такое LED-подномерник деген әңгіме болады ғой ары қарай. Кеттік. Ислам Есмаханов деген жігіт, осы кісілер сияқты табыс таптыңыз келсе, жасы 21-де Байқадам деген ауылдан студент болып жүріп, LED-подномерник бизнесін бастаған, бір айда 350 мың теңге. Қуанышбек Дастан деген бауырым, жасы 24-те әр істің басы шалып жүрген, бір іс бастағысы келді, LED-подномерник бизнесін бастады, 5 күнде 154 мың теңге.
Нұрхан деген бауырымыз бір күнде 8 клиентке жасап потолок қойған. Серіктестер не алады? 10 штук товар, инструмент, толық обучение сабақтары, техподдержка, куратор, 100-ден аса фото-видео контент, клиент табу және сату сабақтары. Кеттік. Примерно бар ғой, 10 минуттай уақыт қалды эфиріміздің аяқталуына. Сондықтан да толық төлем жасап үлгеріп қалыңыздар. Желательно эфир аяқталғанша менеджер сіздерге қалай рассрочкамен алу керек екенін айтып жібереді. Рассрочкамен алып үлгеріп қалыңыздар эфир аяқталғанша желательно. Ал егерде бүйтейікші тағы бір қайталап өтейін. 10 штук товар сатсаңыз 60 000 теңге. Инструмент тегін береміз, толық обучение сабақтары тегін береміз, техподдержка, куратор, өзім айлығын төлеп отырам, бар ғой өзімнің қалтамнан. Сіздерге қызмет етеді. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі. Мобилограф жалдап, новыйдан фото, видеолар түсіріп тұрмайсыз. Біз сізге дайындап қойғанбыз, бар ғой, просто ана біз сізге беріп жатыр, шайнасаңыз емес, шайнап беріп жатыр, ше, соны деп жұтасыз болды. Бәрі дайын бар ғой. Бүгін болмаса қашан бауырым, бүгін болмаса қашан клиент табудың 10 жолы және сату сабақтары да беріледі. Болды, кеттік. Тілектес, шықсай бауырым WhatsApp-қа. 1000 теңге предоплата қалдырасыз. Дәл қазір таңдау қашан болады, брат, эфир бітеді дейді. Жігіттер, былай ғой, таңдау, біз адамды таңдау отпаймыз. Кім алғашқы толық төлем жасап үлгерді, болды. Серіктестікке қол сала бересіз автоматически. Андай күтіп отқан сияқтысыздар ғой сіздер. Таңдайды, Нұрдәулет бүйтіп предоплата арасынан таңдайды деп. Ондай емес. Кім алғашқы толық төлемді жасап үлгерді, болды. Сол бізбен уже автоматически серіктестік. Алғашқы 10-дыққа үлгеріп қалыңыз. Здесь время, уақыт. Реквизитті қазір қайтадан шығарып қоямын. Вдруг әлі де орын алып үлгермеген кісілер болса, үлгеріп қалыңыздар. 80 000 теңге жалпы 12 айға қанша теңге шығады? Қараңыздаршы, 80 000 бөлеміз 12 айға. Тең айына прикинь 6 000 теңге. Араларыңызда, білмеймін, темекі шегетін кісілер болса, айына қанша теңге темекіге кетеді, бауырым? Табылады ғой. Мысалы, темекіге, сущнякқа, заманауи тілде айтайыншы, өзіміздің жастардың тілінде. Темекі, сущнякқа ақша табылады ғой. Неяқта прикинь, айына 6 000 теңге төлейсің, еще оны келесі айдан бастап төлейсің, ал мен саған уже ертең товарыңды салып жүрем. Мощно ғой, ё-моё, не деген керемет ұсыныс. 12 айға рассрочка бөліп төлеу мүмкіндігі. 80 000 теңгені 12 айға рассрочкаге бөліп төлей аласыз. Менеджерге шығыңыз. Так, реквизитті қайтадан шығарып қоя салады мына жақтан. Үлгермей қалған кісілер болса, менеджерге шығасыз. Менеджер сізге қалай рассрочкамен төлем жасауды көрсетіп жібереді. Төлейсіз да, чекті менеджерге жібересіз. Жоқ қой, келсем үйретесіз ба дейді. Андай ғой, көп кісі бейді, қиындатады, барып үйренем, офлайн үйренем деп. Білейін, миллионға сатып атқан жоқпыз ғой, онлайнақ үйрене беретін нәрсе ше. Келем десеңіз, пожалуйста, келіңіз. Жекеге шығасыз, адресті айтам, проблема жоқ. Каспи және народный арқылы бөліп төлеу мүмкіндігі бар. 80 000 теңге 12 айға берсеңіз, айына 6 000 теңгеден шығады. Кеттік. Кім әлі тіркелмеді? Мынандай сылтаулары бар. Әдетте мынандай ойлар келеді. Ақшам жоқ дейді. Мына жақта енді обобщенно жазып қойғам мен. Жігіттер, әңгіменің ашығын айтайықшы, скорее всего, сіз ақшам жоқ деген сылтау мен үшінші. Сіз жауапкершілік алып әрекет еткіңіз келмей тұр, скорее всего. Бұдан басқа оңай жол іздеп жүрген шығарсыз. Туған күнге кайфушаға келгенде всегда ақша табылады. Қазір бір мен. Туған күнге, кайфушаға, тойға келгенде всегда ақша табылады ғой, мойындайықшы. Бірақ осындай жауапты іске келгенде сылтау табылады. Бұлай ғой, ақша жоқ деп отырасыздар ғой. Құдай сақтасын, мен сізге жамандық тілемеймін, бар ғой, ешқайсыңызға. Но просто мысал ретінде айтайын да. Бір косяк болып қалды, бір братишкаң звондады да. Осындай бірдеңе ұрып қалдым. Құдай сақтасын, қайталап өтейін, ешқайсыңызға жамандық тілемеймін, мысал ретінде. Либо бір ауырып қалды, срочно дәріге ақша керек, срочно машина соғып алдым, мияқта соттайын деп жатыр, ойбай деп. Қуып жүресің ғой ақшаны, бауырым. Еркекше ғой, ондай момент өзімізде де болған, ақша жоқ болып жүреді, бір косяк болып қалады, Алла сақтасын.
қуып жүресің ғой, ақшаны қайдан тапқанын білмей қаласың ғой. Сол сияқты жігіттер, давайте әрекет етейік. Ақша жоқ деген сылтау хватит. Еще мен сіздерге 12 айға рассрочка бөліп төлеу мүмкіндігін де ұсынып отырмын. Кейін қатысамын деген ойыңыз болса, ешқашан қатыспаймын деген сөз. Кейін деген бар ғой, ешқашан қатыспаймын деген сөз. Жай ғана біліп жүріңіз, бүгін бастамасаңыз, демек ертең де кейін де в общем ешқашан бастамайсыз. Қанша істі осыған дейін бүгінге ертеңмен андай шегеріп келдік. Болды, ертеңнен бастап спорт бастаймын, понедельниктен бастап кітап оқимын. Бір күн келесі айдың бірінен бастап ағылшынға қатысам. Ешқайсысы істелген жоқ қой. Просто оның жауабы ше, бауырым, просто тұрасың істейсің, болды. Ойланбайсың. Логика қоспайсың, тұрасың істейсің, болды. Мен рассрочка жасадым, мен жауап күтемін. Болды, аға. Менде предоплата жасауға да ақшам болмай тұр деген кісілер, хотя бы 100 теңге болсын предоплата жасаңыздар да, қалған чек жіберем деген жасыл кнопканы басып менеджерге өтіңіздер. Қалған төлемді 12 ай рассрочкамен бөліп төлей аласыздар. Даже сразу перевод жасап жіберсеңіз де болады 80 теңге. Ондай отморозсыздар болса, вообще керемет. Серіктестер не алады? 10 штук товар, инструмент береміз, бастап кетуге. Толық обучение сабақтары, техподдержка болады. Сіз ақша табуыңызға көмектесеміз біз. Өзім поставщик болып отырамын. 100-ден аса фото, видео, контент беріледі. Клиент табу және сату сабақтары беріледі. Кеттік. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте 3-4 минут сұрақ жауап жасап жіберейік. Чек жіберіп жатқандар бар ғой, иә? Менше жауап бермесе күтіңіздер, үлгересіздер. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте сұрақ жауап жасап жіберейік. Сұрақ жауап жасап жіберейік. Комментарий оқып жүрейін мен, давайте. Мен рассрочка жасаймын, мен 1000 теңге жүрмін, Каспий жоқ. Рассрочка болмайды. Кімде Каспий банктен рассрочка шықпай жатыр, Народный банкпен көріңіздер. Проблема жоқ. Бәріміз сол жауап күтіп отырмыз дейді. Жауап күтіп отырған кісілер бар ма? Әлі үлгермей жатсың ба? Бәріне жауап беріп қойыңыз ғой. Бәріміз сол жауап күтіп отырмыз дегенде. Флажок надпись объясни дейді. Флажок надпись рекламный агентстводан шығарасыз. Қандай размерде, қандай шрифтта шығару керек, біз сіздерге файл береміз. Сол файлды рекламный агентствоға просто жібере саласыз WhatsApp-пен. Болды. Так, Народный арқылы төлем жасайтын кісілер бүйтесіздер. Менеджерге шығыңыздар, анаяқта көрсетіп жібере саласың ғой, бәке. Халық банкі приложение кіреді, рассрочка кіреді да, 80 000 теңге оформить заявку болды. Қиын ештеңе жоқ. Бірінші ақы одобрение алу керек, сосын барып счет жіберіледі. Жеке өзіңізбен сөйлесе аламыз ба, Нұреке дейді. Конечно, Нұреке. Мен не аласың, мен жеке сөйлесіп, бірақ серіктестікке қосылсаңыз, мен шешім қабылдай алатын адамдарды жақсы көремін. Ну, а так проблема жоқ, жеке сөйлескім келеді. Кішкене сомневаться етіп тұрмын деген кісілер болса, менеджерге шығыңыздар, мен удостоверение жібере салады, проблема жоқ. Рекламада да, мынау эфирде де өзім отырмын. Сенбеймін деген кісілер бар да, таң қаламын мен. Мен Қостанай облысынан, Рудный қаласынан боламын, почтамен жеткізесіздер ме? 10 штук товар. Я почтамен жеткіземіз. Бүкіл кісіге почтамен жеткіземіз. Бүгін ғана ма кіруге возможность? Жалғас мырза, желательно бүгін көріңіз. Желательно бүгін көріңіз. Бүгін мощный возможностьтар беріліп жатыр. Тағы қандай, мына жақта кейбір сұрақтарыңыз маған көрінбеуі мүмкін да, ол үшін ашуланбаңыздар. Модератор жауап береді сіздерге. Мен кейбір сұрақтарды оқи алмай қалсам, андай бір технический жағынан ба маған көрінбейді. Модератор сіздерге перепискамен жауап беріп отырады сұрақтарыңызға. Қандай сұрақтарыңыз бар? Тағы да бір 2-3 минут сұрақ жауап жасап жіберейік. Сосын серіктестікке үлгере алмай қалған кісілер, тегі ренжімеңіздер. Біз ары қарай серіктестермен бірге ұшамыз. Деньги будем делать, бабки. Алла сақтасын, болды, сенсеңіз проблема жоқ. Қуаныштымын. Есім Нұрдәулет болады, тағы да айтып өтейін, Тараз қаласынанмын. Егер келем десеңіз проблема жоқ. 80 теңге рассрочка жасадым, товар Қостанай облысына қашан жетеді? Так, Қостанай облысына болса, почтамен в среднем 5-7 күнде жетеді. Андай жақын жер болса, 4-5 күнде жетеді, а так в среднем 5-7 күнде жетеді почтамен. Алғашқы товардың доставкасын да мен өзім төлеп салып жүремін. Өз қалтамнан, прикиньте. Это тоже подарок вам. Қандай сұрақтарыңыз бар? Давайте. Қанша адам отыр?
сұрақ жауап жасап жіберейік, сонымен эфирімізді аяқтаймыз. Өскеменде серіктестеріміз бар ма? Бүкіл Қазақстанда бар серіктестеріміз. Жасайтындар да бар, жасамайтындар да бар. Біз жауапкершілік алмаймыз. Біз барлығын шайнап береміз, тек жұтсаңыздар болды, ағайындар. Чекті жіберемін деген кнопканы басып, менеджерге өтесіз. Егер рассрочкамен алғыңыз келсе, 80 мың теңгеге үлгеріп қалыңыздар. Бұл баға қымбаттауы мүмкін алдағы уақытта, жігіттер. Чекті жіберемін деген жасыл кнопканы басасыз, менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 аймен рассрочкамен процент қосылмайды. Қалай рассрочка арқылы серіктестікке қосылуға болады, қалай төлем жасауға болады, менеджер сіздерге көрсетіп, көмектесіп жібереді. Қандай сұрақтарыңыз бар? Қандай қалады? Біз Тараз қаласынамыз. Қайталап өтейін, кейбір кісілердің сұрақтары мына жақта көрінбей қалуы мүмкін, маған технический часть жағынан да бұл. Сондықтан айып етпеңіздер, модератор жауап береді. Егер сізге Каспий банк, егер историяңыз бәрі таза, андай рассрочка одобрение бермесе, народныймен көріңіз. Ондай да болмаса, онда білмеймін, әйтеуір тапсаңызшы амалын. Наличкамен де, бізде ең жақсысы наличкамен де, рассрочкамен де сол сумма. Наличкамен де сол сумма. Маралбек бауырым. Онда бедес қой. 1000 теңге емес. 10 мыңдай ма, немесе 50% ба предоплата қалдырасыз. Сосын барып пообщаемся. Сұрақ жауап жасап жіберейік. 2-3 минутта эфирімізді аяқтаймыз. Ең соңғы серіктестікке тіркелуге соңғы 3 минутыңыз бар. Соңғы 3 минутыңыз. Бауырым, үлгеріп қалшы. Мынау серіктестікке қосылып үлгеріп қалшы. Мен сен товармен де қамтамасыз етіп отырамын. Фото, видеолар да беремін. Қалай реклама жіберу керек, рекламадан келген клиенттерге қалай сату керек, барлығын үйретемін. Бауырым, мынау серіктестікті жіберіп алма. Ғалымжан мырза, WhatsApp-қа шығыңыз менеджерге, наличка деп айтыңыз, ары қарай. Түнгі 12-ден үлгеріңіз, терминалмен саласыз ба, біреуден қарызға отырып, ертең оған қайтарасыз ба. Жігіттер, предоплата қалдырған кісілер, толық төлемді дәл қазір бүгін жасауларыңыз қажет. Ертең жасайым, 3-4 күннен кейін жасайым деген әңгіме айтпай қойыңыздар, желательно бар ғой. Но егер шірли никак возможность болмай жатыр десеңіз, шегеруге болады бір 2-3 күнге. Болды ғой, дархан қосылсаңыз серіктестікке. Не проблема? 80 мың теңге өміріңізді өзгертпейді. 80 мың теңге минус болса, минус емес қой, қалайсыз? 80 мың теңгеден сіз өміріңіз ойбай депрессия болып кетпейді. Нандай суммаға сіздер қосып үлгермесеңіздер білмеймін. Мынау көрсетілген реквизитке 1000 теңге предоплата қалдырасыз да, чекті жіберемін деген жасыл кнопканы басып менеджерге өтесіз. Ары қарай менеджер сізге қалай 12 айға рассрочкамен бөліп төлеу мүмкіндігін, бөліп төлеу керек екенін көрсетіп жібереді. 80 мың теңгені 12 айға бөлсеңіз, айына небәрі 6700 теңге шығады. Айына 6700 теңге, ол дегенің күніне бауырым 223 теңге, күніне 223 теңге серіктес болу, күніне 220 теңге, 200 теңге күніне. Сен кәдімгідей ойлашы, өміріңді өзгертіп жіберетін бизнес болуы мүмкін бұл сенің, менің сияқты. Серіктестерге не береміз? Бір соңғы рет қайталап өтейін. Соңғы 3 минут, соңғы 2 минут, соңғы 2 минут үлгеріп қалыңыздар. Үлгермесеңіз, маған ренжімеңіз, ары қарай серіктестермен ғана жұмыс жасайтын боламыз. Серіктестерге не беріледі? 10 штук товар беріледі. Оны сатсаңыз уже 60 мың теңгеңіз шығып тұр. 6 мың теңгеден сатасыз. Инструмент береміз бастап кетуге. Толық обучение сабақтары беріледі. Техподдержка, куратор. Кез келген сұрағыңызға кез келген уақытта жауап береді жұмыс уақытында. 100-ден аса фото, видео, контент, клиент табу және сату сабақтары беріледі. Қолыңыздың ебі бар ма? Үйіңізде мынандай стол бар ма? Күніне 1-2 сағат бос уақытыңыз бар ма? Телефоныңыз, интернетіңіз бар ма? Болды. Сіз бұл бизнесті бастап кете аласыз. Неге сіз әлі бастамай отқан адамдар? Таңғалам бар ғой. Алғашқы төлем жасап үлгерген осы эфирден 10 адам серіктестік атанады. Қараңыздар, орындар реально кетіп жатыр. Мынау
13 деген уведомление. Камераға көріп тұр ма білмеймін. Қараңыздаршы, 1000 теңгеден, так, 1000 теңгеден предоплата бар қалдырған елдер. Сіздерге көріп тұр ма білмеймін енді. Примерно түсіндіңіздер деп ойлаймын. Кеттік. Бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Ары қарай тиісті серіктестермен жұмыс жасаймыз. Бүгінгі эфир қалай болды? Бір мотивация, поддержка берсеңіздерші осы орайда. Бүгінгі эфир қалай болды, қалай өтті? Пайдалы бола алдым ба сіздерге тегін сабақтың өзінен? Бүгінгі эфир қалай өтті? Так, кетті, мен комментарийларды оқып жіберейін. Бүгінгі эфир қалай болды? Баршаңызға ұнады ма? Пайдалы болдым ба? Мықты. Нұрсұлтан, WhatsApp-қа шығыңызшы. Мощный, мықты. Давайте маған осы орайда мотивация беріңіздерші. Бүгінгі эфир қалай өтті? Мықты, мощный болды. Баршаңызға эфир ұнағанына қуаныштымын. Тегін сабақтың өзінде осындай ақпарат бере алғанымызға өте қуаныштымын. Сіздермен болған мен Қоңырбай Нұрдәулет Рамазанұлы, қарапайым қазақтың сары домалақты жігітімін. Тараздың тумасымын, Тараздамыз қазірде. Ендеше серіктестікке қосылған кісілер құтты болсын. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Сіздермен алдағы уақытта енді жақсы табыстарға шығамыз деген үміттемін. Серіктестікке жолыққанша, егер әлі де орын алып үлгермесеңіз, немесе тағы да сұрақтарым бар десеңіз, маған жекеге WhatsApp-қа шығыңыз, немесе чекті жіберемін деген кнопканы басаңыз, менеджерге өтесіз. Менеджерге өтесізді, ары қарай сұрақтарыңызды қоя берсеңіз болады. Мынау кішкене ашық тұрады кнопка. Алла разы болсын. Баршамызға Алла разы болсын. Баршаңызға сәттілік. Серіктестікте жолыққанша назарларыңызға рахмет. Тағы қайталап өтейін. Тағы сұрақтарыңыз болса, немесе үлгермей қалған кісілер болса, предоплата қалдырмай-ақ мынау чекті жіберемін деген кнопканы басыңызда WhatsApp-қа өтіңіз менеджерге. Ары қарай сізбен рассрочкамен қалай төлем жасау керек екенін көрсетіп жібереді. Ендеше назарларыңызға рахмет, поддержкаларыңызға рахмет. Уақыт қиғандарыңызға, назарларыңызға рахмет. В общем, серіктестікте жолыққанша сау саламатта болыңыздар.